Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге лаз жесей тағамын дайындайтын боламыз. Дәл шығыс асханасындағыдай өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез. Бұл тағамды дайындау үшін керекті заттар: үлкен пияз, 2-3 сарымсақ, 2 қызанақ, 2 жартылай ащы бұрыш, бірі қызыл, бірі көк, сельдерей, тауықтың төс еті және қалауыңызша дәмдеуіштер. Менде қызыл бұрыш, карри және паприка. Сіз тауыққа арналған кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Ендеше бастайық. Тауықтың төс етін осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Және әр бөлігін қалыңдығы 3-4 см болатындай етіп, ұзыншалап кесеміз. Бұл тағамның ерекшелігі үлкен отта дайындалады. Пиязды да 2-ге бөлеміз. Әр бөлігін осылай жарты етіп турап шығамыз. Қызанақты да ірі-ірі етіп 4 бұрышты қылып тураймыз. Қызанақтар біздің тағамымызға әдемі түс береді және әдемі дәм береді. Сочный болып шығады тағамымыз. Жартылай ащы бұрыштарымызды да 2-ге бөліп алып, ірі-ірі етіп тураймыз. Кез келген супермаркеттен немесе базардан полугорький перец деп іздесеңіз табуға болады. Тәтті бұрышпен шатастырмаймыз, қыздар. Егер де тәтті бұрыш қосатын болсаңыздар, онда ащы бұрышта да қызыл бұрыштан көбірек қосуға тура келеді. Сарымсақты да майдалап тураймыз. Қалауыңызша көп немесе аз қоссаңыз болады. Сельдерейдің жапырақтарын кесіп алып тастаймыз. Ол бізге тағамды сәндеуге керек болады. Негізгі керегі бізге стебель сельдерейі. Стебельдің дәмі өте әдемі, тамаққа ерекше дәм береді және денсаулыққа пайдалы. Мінекей біз барлығын турап дайындап қойдық. Сұйық май 300 мл керек және 1 шай қасық тұз керек болады. Қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Етті қуырып бастағанда оның суы шыға бастайды және біз сол суы тартылғанға дейін қайта-қайта араластырып тұрамыз. Суы тартылып, алтын түстес әдемі түс болған кезде пиязымызды сала берсек болады. Мінекей, енді пиязымызды саламыз. Пияз салып болған соң қақпағын жауып 2 минутқа қойып қоямыз. Үлкен отта тұрады, қыздар, тағам. 2 минуттан кейін қақпағын ашып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, пиязы жұмсара бастады. Енді қызанақ салсақ болады. Қызанақты салып болғаннан кейін де 2 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. 2 минуттан кейін ашып, жақсылап тұрып араластырамыз. Әдемі түске ене бастады тағамымыз. Жақсылап араластырып болған соң қалған көкөністерді қосамыз. Қараңыздар, түсі қандай әдемі болды. Дәмдеуіштерімізді қосамыз және 1 шай қасық тұз қосамыз. Иісі мұрынды жаратындай иіс болды. Жақсылап араластырамыз. Біздің тағамыз пісуге жақын. Мінекей, дайын болды тағамыз. Өте сочный болып шықты. Гарнирге қалауыңызша күріш немесе спагетти пісірсеңіз болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.